Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Bugün biz bank hakkında konuşalım. Selam dostlar, bugün biz bank туралы айтатын боламыз. Bankты түрік тілінде банка деп айтады. Ал банкте деп айтсаңыз, банкада деп айтасыз. Енді банкке барғанда сіз көп қолданатын сөздер бұл бузук пара, майда ақша. Мысалы, бузук пара бере misiniz? Майда ақша бересіз бе? Иә? Келесі сөзіміз пара үсті. Пара үсті сдача деген сөз. Немесе қазақшада қалған ақшасы, артылған ақша. Одан кейінгі сөзіміз накид. Накид бұл қолма-қол ақша. Пешин аванс. Аванс яғни алдын ала алатын жарты ақшаңыз, иә? Пешин. Тасарруф, экономия деген мағынаны білдіреді. Келесі сөзіміз хесап. Хесап бұл есеп. Мысалы, кафеде отырған кезіңізде сіз айтасыз, хесап бере білер misiniz? Хесап, яғни есеп деген мағынаны береді. Инфляцион, ақшаның құнсыздануы, инфляция деген сөз. Келесі сөзіміз бюджет. Бюджет бұл бюджет деген сөз. Касса немесе гише деп айтылады, касса деген мағынаны береді. Достар, яғни бұл сөздердің барлығы ақшаға байланысты түрік тілінде айтылатын термин сөздер. Келесі сөзіміз yatırım. Yatırım инвестиция немесе салым дегенді білдіреді. Келесі сөзіміз maaş. Maaş бұл еңбек ақы деген сөз. Яғни сіздің еңбегіңізге төленетін ақша. Келесі сөзіміз para. Para түрік тіліндегі ақша деген ұғым. Burs шәкіртақы. Ödenek грант немесе бюджеттен бөлінетін ақша. Келесі сөз döviz. Бұл ұлттық ақша. Mesela Türkiye'nin dövizi lira. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Güle güle.